Ассаламалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Неге порно индустрия біздің күнімізде соншалықты оборотқа шыққан, соншалықты күшке ие болып алған, және неге мынау порно тәуелділіктің осы күнімізде адам өмірінде өзектілігін жоғалтпайды? Және осы сұрақтарға жауап беру үшін мен сіздермен мына бір мәселені қозғағым келеді. Эффект Кулиджа деген бір термин бар, зерттеу бар, және сол туралы айтатын болсақ, ғалымдар бір самец тышқанды алып клеткаға отырғызған, кіргізеді. Сосын оның қасына әрине самка тышқанды кіргізеді, екеуінің арасында байланыс болады. Одан кейін артынан екінші самканы кіргізеді, одан тағы да байланыс болады. Үшінші самканы, яғни каждый новый самкаға ол өзінің ұрығын жоғалтады, және сол себепті ол өзінің өмірін қиып жүреді сол нәрсеге, жаңа самец тышқан. Және бұл нәрсе мынау порно индустрияға, порно тәуелділікке қалай байланысы бар? Тікелей байланысы бар, себебі сіз порно сайтты ашасыз, және оның ішінде бірінші видеоны көріп бастайсыз, бірінші видеоны көріп бастайсыз, сосын ол сізге қызық емес болып қалады енді. Неге? Себебі сіз білесіз, что оның ар жағында үлкен запаста әлде көптеген видеолар бар екен. Енді әрбір көрген видеода сіз миыңыз ойлайды, жаңадан бір самканы, яғни әйелді, егер мәдени түрде айтатын болсақ, әйелді мен ұрықтандырдым деген нәрсе болады. Және екінші видеода сондай, үшінші видеода сондай, әрі кете бере жаңағы эффект Кулиджа ол тек қана тышқандарға емес, сонымен қатар адамдарға да ол нәрсе жұмыс істейді екен. Және де бір сеанста сіз порно көрген кезде сіздің әкеңіз, атаңыз, сіздің арғы атаңыз бәрі тіпті өмірінде емес, түсінде көрмеген әйелдерді сіз порноның бір сеансында көресіз. Осы нәрсе адамды порноға одан сайын белшесіне батырады. Және ол тәуелділіктен арылу үшін адам бұл нәрсенің зиян екенін өзінің миымен түсіну керек, және оған қарсы әрекеттер жасау керек. Сондықтан жігіттер, қуатты болыңдар.